сатуға келе жатырмыз. Бір айдан көп уақыт тырнақ жасалмаған. Соны бүгін өзімізді әсемдейін деп жүрміз. Осындай күшті тырнақ жасайтын жер бар. Не көрдің? Қайда? Машинаға ма? Алайық. Күшті көрем, фикс прайсқа кіріп, осындай заттарды қарағанды. Күшті olur. Ондай нәрсені сатып алмасам да аралап қарағаны ұнайды. Жалпы үй заттарын қараған өте ұнайды. Қазір Радюкай кішкентай, ертең кішкене өскен соң мама осыны алып бер деп айтады ғой, бұйырса. Алла жазса. Ал дейді, но құшақтайтын ойыншық. Не көріп қойдың? Не көріп қойдың? Ол қайда? Машинаға ма? Негізі машинаға ғой. Бірақ мынау үйге ғой. Аяғасын түсуге ғой. Сен үйге алғың кеп тұр ма? Не керек үйге ол бізге? Жоқ, біреуін сатып алғам. Сосын? Тақпар болған. Өзіме. Қатын тапып кетеді. Машинаға ма? Сын сұрап тұрмын ғой, машина алғың кеп тұр ма? Бұл машина бармайды бірақ. Алып қолы кетуге ғой. Тесіктерге қарағанда бір қорқыныш сезім болатын еді ғой, трипофобия ма? Сондай жоқ па? Сенде болатын еді ғой? Негізі идеально для дома дейді. Қайда негізі мына қай жерге төсейтін нәрсе? Аяқ астына ма? Кіреберіске? Кіреберіске мен ваннаға. Айтпақшы тырнағымды жасатып болдым. Адам болдым. Қолым қарайып кеткен ғой күнге. Қызбен шығып. Мінекей. Кәдімгі із қалып қойған ғой мынандай. Арбаны итеретін. Бүйтіп итерем ғой арбаны. Сол жері қарай кеткенде. Ал бұлай ақ қалғаны. Біздер Киров саябағына келдік. Барлық Орал халқы осы саябақта жүрген сияқты. Киров саябағының тарихын айтып кетші. Шал айтағы Киров саябағы. Кетші. Айтып кетсай. Кетсей. Бүгін нешесі? 23 сәуір ма? Бүгін ешқандай мереке емес қой, Жай ғана жексенбі күні да. Жай ғана жексенбі күні осындай толған адам біздің саябақта. Күн жылғанның белгісі да. Күн жылғасын. Барлығы саябақта жүр. Күшті екен. Әдешсің ұйқысы келіп тұрған сияқты. Қара, әдеш. Тып-тыныш. Күшті бірдеңе істеп жатыр.
қаншама иттер. Мына хаски да? Жоқ. Хаскиға ұқсайды екен да? Өзіміздің қанен ит тұр ғой. Қанен ит. Күшік па мынау, әлде өссінді кішкентай? Бой өспей алған ит тұр ғой. Да? Күшік емес па? Biraz da top koydum ben de. Top koydum ben. Өзімізше әдешті батутқа жібереміз бе деген едік. Онымен мына батутта екеуінде де үлкен балдар екен. Анау үлкенінде үлкен балдар болар деп ойладық та, ал мына кішісінде кішкентай болар деп ойлап едік. Жоқ, онымен бірдей екен. Осы аттракцион бізде баяғыдан бар да, Шрек. Біздің бала кезімізден бар олар. Сол Шрек шыққан кезден бастап. Там заманынан бар. Иә. Ар жағындағысы жақында салып екен. Иә. Өзімізше бұл аттракционға отырғымыз келген. Осыдан қашан салынды аттракцион? Жақында да. Бізде былтыр жасалынған. Оның алдында ескісі тұрды ғой, енді қорқыныштысы. Қорқыныштысы, өмірге қауіптісі деп айтайық. Ол жұмыс істеп тұрды, иә, сол қорқыныштысы. Мына жерде пандус жоқ екен, бізде қыз ұйықтап қалды. Сол себептен біздер отыра алмаймыз. Десек те мен өте қорқамын қазір биіктіктен. Оны Алматыға барып осындай аттракционға отырғанда түсіндім, Меганың қасындағы. Судан қалып тұр бізде. Иә, биыл деген су көп кетті. Ағаш гүлдеп тұр. Жоқ, гүлдеп тұрған жоқ. Өзі сондай күміс. Күшті торнадо. Күн жаман бұлтты екен да? Қайда? Теплоход ма? Ешкім жоқ қой, адам жоқ қой. Біз үшін жүре ме не ол? 10 адам жиналса жүретін шығар. Сұрайық? Жүрген солай yapmasın. Мен қарым ашып тұр. Сен айтатын әңгімең тек сол дейш. Қарным ашты, сыртқа шығамын.
әскейін ұмытып кетіпті. Мына жерде сүңгуге болмайды деп жазғанмен, біреу сүңгіді-ау деп ойлаймын. Кабаб естейміз ба? Жоқ. Бір түтіні шығады. Где татты өзінің іші. Сырым датылына арналған ескерткіш. Бұл бізде шіркеу. Осы аймақта жүрміз. Біздің басты даңғылдардың бірі Достық даңғылы. Андай күшті әдемі ит көштіріп әйбегіміз. Несі? Итті қара. Итті қара. Саған ұнайды бұндай иттер. Кәдімгі көйлек кигізіпті. Итісі бар ит. Иә. Ондай иттер бізде бойдақ әйелдердің үйінде бар. Мысық ит. Иә. Жалғыз басты әйелдер көбіне сондай иттерді асырайды. Шын мәнісінде солай. Оралда. Оралда солай, иә. Егерде әдемі иттер болса, олардың бала шағасы жоқ деген сөзді. Мысық көп асырайды бізде. Айбекош, сенің бұл стоматологиялық емханада тісіңді емдеді ма? Кішкентай кезіңде? Да. Менің кішкентай кезімде бұндай тісімді емдеді. Тек жылды. Иә. Мұнда бір ер адам істейтін еді ғой есіңде ма? Екі емделмеген тек жылына берген ғой. Қойшы өтірік айтпайсың. Тоғыза берген ғой. Сенде көп қой тіс. Сенде көп қой тісте қалай. Сенде бар ғой тістерің. Қалай жылай берген. Бұл жерде мен Достық даңғылы деймін. Мен ескі атын айтыппын. Негізі бұл Назарбаев даңғылы. Назарбаев даңғылы бұл жерде Абай даңғылымен қиылысады. Ол Назарбаев даңғылы, ал бұлай бізде Абай даңғылы. Әдеуш Айбектің сағатын жоғалтты. Ұстап отыр еді. Көзді ала бергенде лақтырып жіберді ма білмеймін. Бір қас қағымның арасында болған нәрсе да. Сосын қаншама адамдар болды бізден кейін өткен. Айбек бір өзінің шаштаразына келе жатыр. Содан қидырам сондағы шаштараз күшті қияды деп. Бәрі осында қидырып, өткені мұнда арзан. Қойшы ма? Арзан және тез қияды. Күшті қияды.
Айбектің шаштары азы болмай қалды да. Қазір кері келеміз да. Айналып келеміз. Айналып. Деді қыз. Біздер қайырымдылық қорына келдік. Осы Мұхит 14 көшесінде орналасқан. Осы үйде сұрайық та қалай қою керек екен. Айба. Қағу керек шығар. Адамдар киімдерді тастап кеткен екен. Бисмилlah. Осылай адамдар киімдерді тастап кеткен екен. Осылай тастап кету керек пе екен? Қазір сұрайық. Біздің Орал қаласында менің әпкемнің кластасы қайырымдылық қор ұйымдастырушысы Ғалия атты қыз. Сол қыздың жетекшілігімен келе жатқан Солнечный Уральск атты бізде қор бар. Қиыншылыққа тап болған кезде адамдар, немесе киімге, ыдыс-аяққа, тамаққа мұқтаж адамдар сол қорға бара алады. Сол қордың адамдары көмектесуге тырысады. Ол қордың адамдары енді қарапайым өзіміз сияқты адамдар. Өмірде барлығы адамның өзінен басталады. Адами қасиетті жоғалтпау керек. Біздің қалада осындай киосктар бар әлі күнге дейін. Айба, сонда керек болып тұр ма сонда? Қажеттілік. Осыны оқитын біреулер бар ма? Бар. Кімдер? Зейнеткерлер. Мияу отыр, қараш. Бүгін отыр ғой. Обедші болды. Сонда мұнда зейнеткерлер осыны оқитын болар да, әйтпесе қазір ғаламтор бар, барлығы бар. Бұның бәрі не керек? Деп ойлайсың ғой енді.